Акция мен облигация деген не? Бұл сабақта акция, облигация деген не? Олардың бір-бірінен қандай айырмашылығы бар? Инвесторлар олармен қалай ақша табатыны туралы біле аласыз. Акциялар – бизнесте үлеске ие болу құқығын беретін борыштық бағалы қағаздар. Акцияларды қаржы тарту үшін акционерлік қоғамдар шығарады. Олар қосымша қаржы тарту үшін инвесторларға шығарылған акцияларды сатады. Назар аударыңыз, инвесторлардың кең ауқымы үшін биржаға рұқсат алған компаниялардың акциялары ғана қолжетімді. Компанияның биржаға акцияларды ұсынып, алғашқы шығуы IPO, Initial Public Offering деп аталады. Облигациялар дегеніміз бағалы борыштық қағаздар. Облигация шығаратын компания сізден қарызға, пайызға ақшалады. Сатып алушы, инвестор, облигацияны сатып алып, компанияның кредиторы болады. Облигацияларды мемлекет шығарған болса, олар мемлекеттік олигациялар, үкімет, ұлттық банк, әкімдіктер деп, ал компаниялар шығарған болса, корпоративтік деп аталады. Облигацияда бірінші айналым мерзімі. Бұл кезең ол аяқталған соң компания облигацияны өтейді. Өтеу күні компания ұстаушыға облигацияның номиналдық құнын төлейді, яғни қарыздың негізгі сомасын қайтарады. Екінші, номиналдық құны дегеніміз, компания айналым мерзімі аяқталған соң облигацияны өтейтін бағасы болып табылады. Бұл компанияның негізгі қарызы алдындағы сомасы. Биржада саудаланатын облигацияларда номиналдық құнынан басқа нарықтық бағасы бар. Нарықтық бағасы сауда-саттық барысында анықталады, және номиналдық құнынан жоғары және төмен бола алады. Үшінші, сыйақы. Ол облигацияларды ұстаушылар алатын пайыз немесе кіріс болып табылады. Енді акциялар қандай кіріс әкелетіні туралы айтамыз. Бірінші түрін білесіздер, ол дивиденд алу. Дивидендті кіріс алу үшін инвесторға дивиденд төлейтін компаниялардың акцияларын сатып алып, оларды өзінің қоржынында ұстауы қажет. Айта кету керек, компаниялар дивидендтер төлеуге кепілдік бермейді. Тек артықшылықты акциялардың иелері дивидендтің кепілдендірілген мөлшерін алады. Кіріс болған кезде де акционерлер барлық кірісті компанияны дамытуға бағыттауға құқылы. Екінші түрі – акция бағасының өсуі. Сізге пайда табу үшін акцияңызды сатып алған бағасынан қымбатқа сатуыңыз қажет. Компания акциялар бойынша дивидендтерге кепілдік бермейтіні сияқты, сондай-ақ олардың бағасы өсуіне де кепілдік бермейді. Акцияның нарықтық бағасы сұраным мен ұсыным заңдары бойынша анықталады. Ол төмендеуі және жоғарылауы мүмкін. Және осы өзгерістер компанияның кірістілігіне, инвесторлардың қызығушылығына ғана қатысты емес, жалпы нарықтық жағдайға байланысты болып табылады. Облигациялар бойынша кірісі екі құрамнан тұрады. Бірінші, келісілген көлемде кезеңдік төлем. Екінші, облигацияларды сатып алу және өтеу бағасындағы айырмашылық. Облигацияны ұстаушыға оны айналым мерзімі соңына дейін ұстау міндетті емес. Ол оны неғұрлым жоғары баға бойынша қайта сатудан түскен табыстан алуы мүмкін. Бұндай кірістілігі нарықтық болады, және оны компания оған кепілдік бермейді. Сонымен сіздер бүгін облигациялар, олардың түрлері және инвесторлар қалай облигациялармен табыс табатындығы туралы білдіңіздер. Сұрақтарыңыз бар ма? Қойыңыздар.